Төреғали Төреәлінің ертең 17 қазан күні болатын тойын отандық телеарналардан тікелей эфир арқылы көрсетілетіні белгілі болды. Сонымен Төреғали Төреәлінің ертең болатын тойына дүйім қазақ жұрты көгілдір экран арқылы қатыса алады. Бұл ақпараттан құлағдар болған жұрт әншіні бірден сынай жөнелген. Үйлену тойын телеарна арқылы тікелей көрсетуді артық санағандардың саны көп, ал әнші мұны тіпті елемейтін көрінеді. Шаттыққа толы тұрғындар, бақытты отбасы, мол дәмді тағамдар мен түрлі ойын-сауықтар. Мұның бәрі әрине Алматыдан табылады. Технодом компаниясы оңтүстік Астанамыздың тұрғындары үшін көше тағамдары жәрмеңкесін ұйымдастырды. Бұл күні алматылықтар әлемдік деңгейдегі аспаздардың қолынан дәм татты. Сегодня компания Технодом пригласила. Бүгін Технодом компаниясы өзінің бас аспазын шақырып отыр. Ол 3 шеберлік сағатын өткізеді. Аймақтағы ұйымдастырылып жатқан барлық шараларды тамашалап, демалуға әбден болады. Балаларға да ойындар ұйымдастырдық. Технодом компаниясы әрбір мерекелік шара үшін қуана қолдау білдіреді. Технодом компаниясы әрбір арматылыққа әлемдік асхананың дәмін татқызуды мақсат еткен. Ол үшін де арнайы Франция елінен аспаз алдырып, еуропалық дәм жасатты. Тіпті шеберлік сағаттарында ұйымдастырып, қала тұрғындарына қуаныш сыйлады. Білесіздер ме, француздарға қарағанда қазақстандықтар таңғы уақытта міндетті түрде каша жейді екен. Мен осы фестивальде француз кашасын жасап беремін деп шештім. Әрине ол смузиге қатты ұқсайды. Қазақстанға арнайы келіп, біздің француздардың сүйікті асын жасап беріп жатқаныма өте қуаныштымын. Яғни смузи тек астықтан жасалатын каша. Жалпы құрамы өте қарапайым, дәмі тіл үйреді. Көше тағамдары жәрмеңкесі алматылықтар мен қала қонақтарын бір серпілтіп тастады. Әсіресе балалар үшін өте жақсы мереке ұйымдастырылды. Ұйымдастырушылар арнайы балалар алаңқайларын жасап, олардың күні бойы ойын-сауықтан мәз-мейрам болғанын қаперге алыпты. Мы вот с семьей пришли здесь. Міне біз отбасымызбен осында демалуға келдік. Осындай керемет шараны ұйымдастырып жатқан Технодомға рахмет айтамыз. Балалар да бір жақсы ойнап қалды. Благодарность большая. Біз бүгін ойламаған жерден осында келіп қалдық. Осында жақын маңда тұрамыз. Жай серуенге шығып, үлкендерге, балаларға, жалпы отбасыларға арналған керемет жәрмеңкеге тап болдық. Өте қуаныштымыз. Спасибо Технодому за такое. Технодомға рахмет. Балаларға арналған осындай керемет ойын-сауық ұйымдастырғаны үшін. Біз бұл шара туралы Инстаграмнан оқып арнайы келдік. Керемет көңіл көтеріп жүрміз. Осындай дәмді тағамдар, түрлі ойын-сауығы бар мерекелер оңтүстік Астанамыздың тіршілігін қыздыра түсері сөзсіз. Алматы тұрғындары мен қала қонақтары Технодом компаниясына алғыс айтып, осындай мерекелік кештер жиі ұйымдастырылып тұрса деген тілектерін де жасырмады.